Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге кезекті видео жасап жатырмын. Яғни MS Excel бағдарламасы, яғни электронды есептеуіш кесте дейді. Осыда мүмкіндіктер өте көп, яғни формула бар бізде, жүйе бар. Яғни сондықтан бұда көрсететін мүмкіндіктер өте көп. Яғни мен сабағымды MS Excel бағдарламасынан алып отырмын. YouTube желісінде алдағы уақытта тек қана MS Excel бағдарламасының мүмкіндіктері жайында бірнеше видео салатын боламын. Сондықтан каналға міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Ары қарай мен сабағымды бастаймын. Бұл бірінші сабағымыз 99%, яғни MS Excel бағдарламасын қолданушылардың білмейді деп ойлаймын. Енді ол сіздер біліп жүру мақсатында осы видеоны жасап отырмын. Так, сөйлемдер жазған кезде осылай аралық үлкен кіші сөйлемдер болады. Енді біз осы кестеде біз оны өзіміз жүйелі осылай торлап отыруымызға тура келеді, байқасаңыздар. Енді біз осы әрекеттерді автоматты түрде жүйелі кестенің өзі реттеп беру алгоритмін көрсетіп өтем. Так, ол үшін 5 батырмасына басып, оң жақ батырмасын басасыздар, мешканың исходный текст деген шарт. Осы жерден сіздер worksheetке өтесіздер, және worksheetке өткен кезде автоматты түрде формула енгізу жүйесі шығады екен. Мына формуланы жақсылап жаттап алыңыздар. Осы жерде көрсетілген жүйе бойынша fit дейміз. Ранды басқан кезде автоматты түрде сіз мына жүйеге атау қоясыз. Атау қоясыздан create дейсіз. Болды, жүйе автоматты түрде сақталып, және жабуға болады екен. Так, жабамыз. Енді әрекетті көрсеңіздер болады. Так. Көрдіңіздер ғой? Немесе былай. Яғни сіз қайта ұяшықтарды өңдеп жүрмейсіз. Фамилия, аты-жөн осылай ұзағынан жаза бересіз. Яғни автоматты түрде ұяшық орындай береді екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Видеоны ұнаса лайк, коммент жазып кетіңіздер. Ары қарай менің сабақтарым осылай жалғасады.